Заманды қасиет енді жаяу жүрмейді. Жоқ, көкелер сыйлаған көлік бұл емес, бәлкім 3-4 жылда қолым жетіп қалар дейді әнші. Ал әзірге Әсеттің жаңа ғашығымен танысайық. Алматыға келгелі 3 жылдай болып қалыпты. Сол 3 жылдың ішіндегі ең бірінші мінген темір тұлпарым деп айта аламын. Алғашқы махаббатының бағасы да арзан емес. Шамамен 22 мың ба, 20 мың ба, сондай 20 мың, 22 мың доллардай тұрады деп ойлаймын енді. Бірақ Әсет қалтасын жұқартып қиналмады. Бұл машинаны енді ағаларымыз, жалпы ағаларым өзі сыйлыққа тартты. Өте ризамын ол кісілерге. Ол жерде көптеген ағаларымыз бар. Ол кісілерге үлкен алғысымды білдіремін. Айтпақшы, Қарабалин мырза жол сақшыларын ерекше құрметтейді. Заңға енді бәріміз бағыну керекпіз. Сондықтан ешқандай тәртіпті бұзбай, жол ережелерін бұзбай, асықпай жүруге тырысамыз енді. Әрине, тырысады, бірақ өкінішке қарай алатаяқты ағалардың көзіне жиі түсіп жүр. Кейде бірақ болатын гаишниктер ұстады. Кейбіреулері шынымен танып жатады, танып манағыдай жіберіп жатады. Кейбіреулер манағыдай штраф толтырамыз дейді. Әзірге мұндай қағаздарға басын ауыртып жүрген жоқ, себебі Әсеттің көкелері көп. Жақсы манағы ағаларымыз бар. Сол кезде звондап әйтеуір. Ағасы бардың жағасы бар деген осы. Ал тыныс болар іні әлі де ағаларының кеңдігінен үмітті. Ендігі мәселе үй алу. Үйде сыйлыққа күтіп жүрген жоқпын. Мүмкін шынымен де сыйлыққа тартық болар еді. Бәрі де мүмкін. Бастысы өнерді өмірден жоғары қоятын көкелер көп болсын.